Жаңа жыл қарсаңында жанында жиһазбен, тұрмыстық техникамен түгел жабдықталған. Жанұя жаңа жылды жаңа үйде қарсы алатын болды. Әрине бұлай болады деп күткен жоқпыз. Тамаша барлық жағдайымен өте әдемі, жақсы, кең, 4 бөлме өте қатты ұнады. Бұл күні бірден 53 отбасы қуанышқа кенелді. Баспанаға мұқтаж әрі мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндер тәрбиелеп отырған жанұяларға пәтер кілттерін компания басшылары салтанатты жағдайды табыстады. Қоныс той иелері Қарағанды, Балқаш және Жезқазған қалаларындағы Қазақмыс компаниясына қарасты өндіріс ошақтарында еңбек етеді. Қазақмыс всегда трепетно относился. Қазақмыс корпорациясы қиын жағдайда қалған жұмыскерлеріне әрдайым қолдау көрсетеді. Мүмкіндігімізге қарай олардың әлеуметтік мәселелерін шешуге тырысамыз. Отбасы жайлы өмір сүрсе, еңбеккерлеріміз де алаңсыз жұмыс атқарады деп ойлаймыз. Айта кетейік, бұған дейін балаларды қорғау күнінде дәл осындай 35 отбасы көптен күткен баспаналарына қол жеткізген еді. Ал соңғы 3 жыл ішінде Қазақмыс корпорациясы 186 еңбеккеріне пәтер сыйлаған. Бұл мақсатқа 3,8 миллиард теңге қаржы бөліпті. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Жұлпықар, Хабар, Қарағанды облысынан.